Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Бәке, қалайсыз, жақсысыз ба? Шүкір, Бүгін жақсы. менің оқырмандарыма, мына әлеуметтік желідегі іні қарындастарыңызға кішігірім осындай лайв форматта сұхбат жасайық, келісесіз ғой? Келісем. Бәкең Google'да жұмыс істейді, өз күшімен Америкаға келіп, Google'ға жұмысқа тұрып, қазір қанша жыл болды? Жалпы Америкада жүргеніне 11 жыл, Google'да істеп жатқаныма 3,5 жыл болды. 3,5 жыл, міне 3,5 жыл өзіміздің ауылдан шыққан қарапайым қазақтың баласы Google'дағы белді мамандардың бірі. Бәке, жалпы ауылдан шыққан қазаққа Америкаға келіп, Google деген алпауыт компанияда жұмыс істеу қаншалықты қиын, және бұл қазіргі заманда қаншалықты жеңіл? Оны қатты қиын, қатты жеңіл деп айта алмаймыз. Тек адамның өзі табынса, оны істенетін зат. Бір айтатын мәселе бұл жерде Google'да істеп жүрген адамдар, бәрі өзіміз сияқты қарапайым адамдар. Тек қана олар еңбек еткен, ерінбей. Сол еңбекті ертерек бастаған. Мектеп кезінен бастауы мүмкін, кейбір университеттің басынан бастауы мүмкін. Сондықтан алдын ала мақсатты кішкене анықтау қою керек. Мысалы, білмеймін, әркімнің мақсаты әртүрлі ғой. Мысалы, осы мысалды қарасаңыз, Google'ға жұмысқа түскіңіз келсе, онда сіз бірінші жаңағы мамандықты дұрыс таңдап, компьютер сайенс болса, болмаса басқа мамандық. Соны бітіріп, жаңа интервьюға дайындалсаңыз, болды. Қолдан келетін зат. Көбінесе журналистер былай сұрап жатады да, кейіпкерінен. 10 жыл бұрынғы кездегі өзіңізге қандай ақыл айтатын едіңіз деген сияқты ғой. Сол енді Америкаға келмей тұрған кезіңізде өзіңіз қандай нәрселерді үйреніп алуым керек еді, мына жақты сол өте қатты қажет болды деген мәселелермен кездестіңіз, жастарға айтатыңыз? Бір мәселені өзіме айтар едім. Біз басқа адамдардың ойына, пікіріне қатты тәуелдіміз. Ол біздің мәдениетімізде бар. Сол тәуелділікті өте азайту керекпіз. Өзім айтамын, мысалы, біреу сіз жайлы не ойлайды, туысқаныңыз, досыңыз, уайымдамаңыз. Сіз өзіңіз қалаған істеңіз. Сүрінсеңіз де, ол сіз өзіңізге жауапкер болып, тек өзіңіз боласыз. Соны айтарым. Тәуелсіз болу керек. Америкадағы бір күніңіз қалай өтеді? Google'дағы бір күніңіз дейікші жарайды. Қазір енді ковидқа байланысты аптасына 3 күн барам офисқа, қалған 2 күні үйден жұмыс істеймін. Қай күні сағат қаншада баратын белгілі бір сағат жоқ. Ол кез келген уақытта бара береміз. Мен өзім енді бір 9 пен 10 арасында барам. Барып имейлді, жаңағы келіп жатқан хаттардың бәрін тексеріп шығам. Сол бүгінге қандай митингтер бар демекші. Ең маңызды нәрселердің тізімін көріп шығасың да, соған туралап дайындалып аласың алдын ала. Сосын арасындағы уақыттарда өзінің жеке тірліктерін істейсің. Сол жұмыс барысындағы жеке тірліктерінде. Сонымен түскі тамақ болады 12:30 мен 1:30 арасында. Сосын обедтен кейін тағы да 1-2 митинг болады, жиналыстар. Сонымен 5-6-та жұмыс бітеді күнделікті. Үйге келіп, үйдің шаруасы басталып кетеді сосын. Біз қазір Бәкеңмен Стэнфорд университетінің ауласында серуендеп жүрміз. Енді бұл жерде осы білім туралы, ғылым туралы, Америкадағы ерекшеліктер, жұмыс туралы айтпасақ болмайтын сияқты. Өз атмосфераның өзі сондай. Бұл жерде бокс туралы сөйлесе алмаймыз. Енді мынандай ғой Бәке, біреу мектепте мұғалімін десе, қай пәннен сабақ бересің деп сұраймыз ғой. Сол сияқты Google'да жұмыс істейсіз. Нақты айналысатын ісіңіз не? Қандай үлкен проекттер жасадыңыз? Мен Google'да 2 проектті де жасадым. Бірінші проект ол Google Station деп аталады. Google Station ол әлемде 10 мемлекетке тегін интернет берді. Индиядан басталып. Неге Индиядан? Өйткені Индияда мысалға адам халқының саны көп. Ол жақта жіді вокзал дейміз, ол вокзалдардың бір стейшнның өзінде аэропорт болсын өте тығыз орналасқан. Ал тығыз орналасқан жерге бір уақытта интернетті қамтамасыз жасау қиын. Сол чалленджді Google өзіне алып, сол проект шыққан, туылған. Содан Индиядан басталып Бразилия, сөйтіп 10 шақты елге дейін барды. Бірақ түбінде бұл сервис Google'ға көп ақша алып келген жоқ, тиімсіз болды. Бизнес көзқарадан қарасаңыз. Сондықтан бұл проектін Google жапты. Сондықтан мен бірінші проектінен шығып кеттім. Қазіргі екінші проектім істеп жатқаным ол Google Payment, GPay. Индияда көп юзерлер бар, 120 миллионнан астам. Сингапурда қазір біздің команда бұл ақш-тың маркетіне арналған. Сол жерде жұмыс істеп жатырмын, екінші проектте 2 жылдан асты.
көп айта берейін ба осы проект жайлы? Айтып кетсеңіз енді. Өте қатты түсініп жатырмыз. Google Payment ол тек қана бір барып application да, mobile application барасызда мысалға интернет, магазинге кіріп touchless дейді ғой, жаңағы кішкене қол ұстаспай, карта ұстаспай бүйтіп төлеп кете бересіз. Тек қана сондай төлеп кететін ғана бір құрал емес, бұл сондай бір инфраструктура деп айтуға болады. Ол дегеніміз не? Ол дегеніңіз сіздің Google өз инфраструктура ғой, сіздің Gmail-ыңызға хаттардың арасында бір транзакцияларыңыздың ақпараттар келеді. Мысалға айтайық, сіз қазір осы жерге келдіңіз да, қыдырып бір жұмыстарыңызбен. Сол ресиптің бәрі Gmail-ға келсе, ол историяда қалады. Сол Google Payment-та сіз сұрай аласыз. Мен осы Калифорнияда Стэнфордқа келгенде қанша ақша жараттым дейсіз. Ол сіздің жүрген локейшныңызға, жаңа мекен жайыңызға байланысты тізіп бере алады. Сондай қосымша мүмкіндіктерді көре аласыз. Ондай мүмкіндіктердің енді тізімі көп. Мысалға, аэропортқа бара жатсаңыз да, boarding pass деген бар. Олардың бәрін сіз распечатка жасамай, осы Google Pay-ден де көре аласыз. Және жүздеген мың шақты осы Америкадағы бизнес саласындағы компаниялар бар. Олардың өзінің offers жасайды, rewards жасайды. Отчетқа да жақсы екен да? Отчетқа да жақсы. Олардың бизнесін дамытуға да жақсы. Мысалға сіз Starbucksқа бір бизнесіңізді дамыту үшін скидка бергіңіз келеді ғой, жаңа бір продукт шығады. Сол кезде Google Pay арқылы төлесең, ол сізге жаңа 10% скидка деген сияқты. Сондай мерчанттар көп тізімі. Gas station айтсаң да олардан бензин сатып алады. 76 Shell, Chevron деген сияқты. Солардың барлығын, қалай төлегендердің барлығының несі көрініп тұрады ғой. Және Google-дан сол арқылы сұрай аласың, мен осынша айда немесе осынша жылда қанша жараттым деген сияқты бүкіл расходың көрініп тұрады. Бәрі расходыңыз көрініп тұрады біріншіден. Екіншіден, сіздің мысалға бір юзерде тек бірақ банк аккаунт болмауы мүмкін ғой. Сізде 3-4 банк аккаунт, біреу Қазақстанда, біреу бәрін тіркей аласыз осы Google Payment-қа. Бір жерден көре аласыз, қанша транзакция кіріп жатыр, ақша жаратылып жатыр, шығып жатыр. Және мысалға ай сайын сіздің төлейтін бір Netflix-қа төлеп жатасыз, $15 ай сайын. Келесі айда ұмытып кетпес үшін сізге Google Pay ақылды айтып отырады. Берік төлейтін уақыт келді, төлеп қой деген сияқты. Сондай қосымша мүмкіндіктер бар Google Payment-те. Енді бәке кешіріңіз, сөзіңізді бөліп жібердім, бірақ анау не дейді өзі, генерал болғысы келмейтін солдат жоқ дегендей, енді Google-да жұмыс істеу ол бір бөлек арман. Ол арманыңызға жеттіңіз ғой. Енді жаңағы екі үлкен проектін айтып отырсыз. Тағы да бір бола ма бір арманыңыз? Мына бір проекттің жүзеге асырсам екен, осы бір командада болсам екен, осының бір шетінде жүрсем екен деген қандай проект бар ойыңызда? Мен қосымша өзім хобби ретінде инвесторлықпен айналысам. ETF стоктармен және cryptocurrency, өзім биткойн фанатым. Жалпы сол спейсті мен дамытқым келеді әлемде. Өйткені ол спейстен үлкен тақырып қой. Бір қысқасы, нұсқасы қазіргі система әлемдегі бай адамдарды байыта береді. Кедей адамдардан олар жаңағы комиссия арқылы, әйтеуір система арқылы алып алады нелерін. Ал соны туралайтын осы блокчейн технологиясы. Ол бір мәселе. Сонымен де айналысып жүрем. Екінші тосын басқа жаңағы сенің сұрағыңа өзімде тіршілік проектлер, жоспарлар бар, бұйырса жайлап басталып жатыр. Енді мынау біздің сұхбат енді лайв форматында ғой, бір анандай ресми емес, бір ресми сұрақтар жоқ, камераны шығардық та, қостық та, әңгімелесіп кетіп жатырмыз. Енді осындай формат өзіме ұнайды, енді біраз жастар да осы форматты үйреніп қалды ғой. Қазір енді біздің әңгімеміз міне 10 минут болды. Көріп отыр адамдар ауылда немесе қалада оқып жатқан қазақтың баласы Google-ға жұмысқа тұру үшін қандай сатылардан өту керек, және алдында қандай кедергілер кездеседі, және сол кедергілерді қалай жою керек? Күшті сұрақ. Кедергі дегенде енді мектептің орта классынан бастаған дұрыс деп ойлаймын. 6-7 сыныптан сіз мысалға инженер болғыңыз келсе, онда сіз бірінші математика мен информатика сабағын priority жазаңыздар, топ priority қойыңыздар. Ол деген сөз сізге бір юриспруденция деген сабақтар өттік қой біз. Философияның бір басқа. Оның бәрі қосымша білім әрине, бірақ ол сізге инженер болу үшін қатты керек емес ол. Оған кеткен энергияны одан да осы математиканың егесе оқыңыз.
Ең бірінші математика. Математика, сосын программирование. Ол языктар там Java, C++, басқа разница жоқ. Солардың біреуін таңдайсыз. Қалай осыны үйренген соң, онлайнда осыларды білімді тексеретін платформалар бар. LeetCode деген сияқты, HackerRank деген сияқты. Соған кіресті, ай сайын, күн сайын, апта сайын өзінің несін тапсырмаларын орындап отырсаңыз, бір дәрежеге жетесіз. Өзіңіз дамытасыз солай. Иә, дамытасыз. Ол дәреже сізді сол интервьюлерден өтуге дайындайды. Уақытқа, бокс сияқты ғой. Иә. Ары қарай қосымша тағы да не істеу керек? Тағы да 7-8 класстан енді бірақ бірінші, екінші курс оқып жүргендерше тура осы задание, осылай дамыту керек өзін. Тура осылай задание. Сосын мысалға ең не болады ғой, ключевой момент, да? Мысалға сіз дипломыңыз алайын деп жатырсыз жарты жылдан кейін, сіздің жоспарыңыз бойынша жарты жылдан кейін жұмысқа тұру керек. Сол кезде, сол жарты жыл кезде ортадан бөліну керек, шығу керек. Тек өзің баяғы біздің аталарымыз Құран жаттағанда жерді қазып кетіп қалған, жердің астына қанша күнге білмеймін. Сол сияқты енді олай болмаса да өзің бір ешкіммен араласпай, тек сонымен мидың өзінің несі бар ғой, параметрлері бар. Сен оны 30%-ін жолдастарыма, 30%-ін семьяңа, 60%-ін ғана, 40%-ін ғана айналым емес, соның 99%-ін сол уақыт бір белгілі бір уақытта сонымен айналысу керексің да. Нәтиже тез береді сол кезде. Google-ға жұмысқа тұру үшін этаптарды айтып кетсеңіз. Мысалы келді, мысалы жаңағыдай оқыды, дамытты өзін, программирование біледі, түсінді барлығын. Америкаға келіп алды, міне. Онда жарайды, дайын дейік. Дайын. Бэкграунд бәрі дайын, резюме дайын. Онда қолынан келеді барлығы. Келеді. Енді интервьюдің процесінің өзі басталады. Интервьюдің процесі ол сіз бардыңда жұмыс өтіп кеттің, тұрып кеттің емес. 100 шақты интервьюға бару керек. Мысалға Google-ға тұру үшін 100 шақты. Басқа маяқта көп қой компания. Бәріне жазыласыз. Сөйтесіз бәріне бара бересіз күніге. Күніне 3-4-еуіне. Google-дан бөлек компаниялар. Google-дан бөлек компаниялар. Ол бәрі сізге тренинг, бокста не сияқты болады. Сен айтып жіберші маған. Спарринг сияқты. Спарринг сияқты, иә. Кіресіз, адамның еті үйренеді. Өз-өзіңе сенімділігін. Бір нәрсе бар да, біз қанша білімді болсақ та, тәрбие деген нәрсе бар, ұялшақ деген нәрсе бар. Бір иығынан қарап тұрғанда сен өзің көрсете алмай қаласың. Соған сен етіңді үйрету керексің, сенімділігіңді үйрету керексің. Соның бәрі осы 100 рет спарринг жасағанда келеді өзінің орнына. Яғни бір Google-ға барып, жаңағы собеседование дейді ғой, содан өту үшін алдымен 100 шақты компанияға барып, тәжірибеден өтіп алу керек па? Собеседование жасау үшін собеседование өту керек па сонда? Иә, дәл солай. Енді 100 деп мен кішкене шамасы айтып жатырмын. Көп деген сөз ғой енді. Мысалға сіз 10 шақтадан ақ жетіп алуыңыз мүмкін. Әркімнің уровені әртүрлі ғой. Біреу 100-ге де 100-ге де жете алмайды оған. Соңында сіз сол қадамдардан жасағаннан кейін келгенде ана интервьюде сұрақ сұрайды ғой. Не сұрайын деп жатқанын алдын ала түсініп отырасыз ғой. Сіз оған былай жауап берейін ба? Сонда ана уақытта сен тек қана өзің шешіп отырасың. Резко жауап берейін ба? Соз жауап берейін ба? Оңайынан бастайын ба? Қиыннан бастайын ба? Бүкіл бұрышынан қарап отырасың. Ал оны сен дайындалмасаң, тура сол моментте сасқалақтайсың. Ойынан шығару, құру, ол ғылыми бір ғылым дәлдеген оны пәленбай жыл бұрын. Сен оны орнын ойлап таба алмайсың. Сен оны дайындалу керексің. Google-да соншалықты қиын ба? Ауыр сұрақтар қоя ма? Соншалықты бір интервью үшін, интервьюге дайындалу? Иә, сол қызығы осы жерде интервьюдің өзі қиын да, ал жұмыстың өзі онда артық қиын деп айта алмаймын. Бірақ интервьюдің олар несін сұранысын көтеріп тастаған. 0,02%. Менің білуімше, қателеспесем, тапсыратын адамдардың өтетін несі коэффициенті. Иә, сол өткен соң жұмыстың өзі қатты қиын емес. Ол жерде өңкей еңбекқор адамдар, талантты адамдар. Жұмыс істеу барсын, командамен жұмыс істеу, бұл жақтағы командамен жұмыс істеудің ерекшелігі, бір-біріне деген сенімділік, бір-біріне деген көмек, бәрібір енді жаңағы 0,2% өтеді о интервьюдан. Енді олардың өзі бір 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпарлар ғой. Иә. Солардың жұмыс істеуі қай деңгейде? Қаншалықты әсер етті сізге енді басында келе салған кезде? Әсер еткен бір есте қалатыны ол мысалға бір адам бір жұмысқа кішкене көмек керек болып қалды. Саған бір істей алмай жатсың, маған келдің да көмектесіп жібер деп сұрап келдім. Мен саған көмектескенім маған үшін өте үлкен пайдалы. Google-дың ішіндегі жүйе солай жұмыс істейді. Біріншісіне екіншісі көмектессе,
екіншісінің абыройы, жаңағы өзінің рейті күшейеді жұмыс. Өйткені ол көмектесіп жатыр ғой басқа адамдар үшін. Сондықтан мен саған көмектесіп жатқан кезде сен бүкіл жұмысын істеп жіберуің мүмкін. Кішкене байқап көмек сұра. Бұл неге әсер етеді сонда? Мысалы, сізге бардым, көмек сұрадым сізден. Сіз маған көмектестіңіз. Енді не үшін екеуміз бір қызметтес болғанымыз үшін ба, жоқ әлде бір сіз маған көмектескеніңіз үшін айлығыңыз көтеріле ме, қалай болды? Өйткені жүйеде бір жарты жыл сайын, бұрын жарты жыл сайын, қазір бір жыл сайын perfect деген нәрсе бар. Әркім өзіне жеке отчет жазады. Біздің сөзбен айтсам, отчет жазамыз. Мен осы жылы мынандай фичерлер жасадым, мынандай проекттер жасадым. Әдемілеп жазасыз. Бүкіл сіздің неңіз осы, жасаған еңбегіңіз, бүкіл фактылармен, сандармен, дәлелдермен, фактылармен тізесіз да, дайындайсыз сол пакетті. Сөйтіп сол пакетті қасыңыздағы жұмыс істегендердің бәрі оқып шығып рейтинг береді. Өзінің рейтинг беретін жүйесі бар. Балдары береді, фидбак береді, комментарий жазады. Сол пакеттің бәрін алады да, жоғары бір степ көтеріледі, менеджерлер қарайды. Олар рейтинг береді. Сөйтіп, сол бір анализ жасалынып, өткен жылы Берік осыншама бағаға жұмыс істепті дейді. Соған байланысты сіздің карьераңыз ағарай дамиды, немесе бір орында қалып қалуы мүмкін. Сол үшін көмектесу керек, және қасыңдағы адамдарды былайша айтқанда риза қылу керек қой, өйткені солар қарайды ғой сені. Сонда бұл системаның мақсаты не? Командный духты күшейту ма, қалай? Бұл системаның мақсаты, мысалы, кешіріңіз, сөзіңізді бөліп жібердім. Мысалы, менің жұмысым, сіз мен әріптесімсіз. Сіз былай қарасаңыз, сіздің оқуыңыз міндет емес қой, өйткені мен істеген жұмыс, ол мен істеген жұмыс. Ары қарай мен есепті басшылыққа жіберуім керек деген сияқты түсінік қой. Бірақ сіздерде әріптестеріңізге бірінші оқытып аласыздар, солар коммент жазады, солар баға қояды, бал қояды. Бұдағы фишка не? Фишка, екі фишка бар. Бірінші, сен маған 3 түрде рахмет айта аласың. Так. Біріншісі қара сөзбен, мен рахмет көмектесіп. Екіншісі ақшалай жұмыста, peer бонус дейді. Отчет жазылғанда сен өзің отчет жазып жатасың, мен өзім отчет жазып жатамын. Сол кезде арасында болады, мына проект істегенде маған көмектескен адамдардың тізімі мынау. Мен өзіме жазғанда, мен Берік жұмыс істеп жатқанда, мен оған кішкене көрсетіп жібердім. Берік жаңадан жұмысқа келген еді, оған мынандай блокерлер болды, мен бардым да көмектесіп, оның жолын ашып жібердім. Соның бәрі тіркеліп отырады. Сонда былайша айтқан кезде Google-дың команданың бір-біріне көмектесу үшін жасап қойған системасы ғой, Мысалы, жаңадан жұмысшы келсе қиналмасын деп, қасындағы адамдар оған көмектессін деп, мысал былай ғой, жаңадан келсе көмектеспей, өзің істеші, өзің біл деген система жоқ. Бір-біріне көмектесу керек, Google соны жасап қойған. Және көмектескенің үшін сен жоғары бал аласың, қосымша ақша алуың мүмкін, немесе қызметің жоғарылауы мүмкін. Дәл солай. Сіз сұрақ сұрасаңыз, сізге де плюс. Үндемей отырып қалсаң, сұрамай, өзім істеймін, ол минус сізге. Неге? Командный жұмыс жоқ деген ба? Жоқ, сенің жұмысың ұзарып кетеді ғой. Мысалға, бір определенный уақыт қарайсың жаңағы жұмысыңды, мүмкін бір күн, егер оңай сұрақ болса, бір 2-3 сағат тіреліп қалдың ба, егер отыра берсең, ол минус та. Сен одан тез барып сұрап алып, білетіндерден үйреніп алсаң, тез жылжисың. Бәке, көп рахмет. Осы 20 минут, мен ойладым, бір 7-8 минут жазамыз ғой деп. 20 минут сөйлеп ақпарат бергеніңізге, бөліскеніңізге рахмет. Осылай лайв форматындағы сұхбатымыз тамам. Өздеріңізге керек ақпараттарды алды деп ойлаймын. Сәттілік. Жақсы.